Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелеріне, атап айтқанда электроскутер мен мопед жүргізушілеріне қойылатын талаптар кейбір өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл ретте әуелі Алматы қалалық полиция департаменті қызметкерлері көлік жүргізушілеріне қатысты алдын алу және түсіндіру шараларын жүргізді. Бірақ күн жылынуына байланысты пайдаланушылар тарапынан оларға деген сұраныс артып отыр. Тек 1 маусым мен 24 маусым аралығында бөлім қызметкерлері әртүрлі құқық бұзушылықтар үшін 10 мыңнан астам электроскутер мен мопед жүргізушілеріне әкімшілік жауапкершілікке тартты. Оның ішінде 4800 электроскутер жүргізушілеріне, 5200 мопед жүргізушілеріне, ал 350 мопед көліктері арнайы мамандандырылған тұраққа қойылды. Осыған байланысты Алматы қалалық полиция департаменті электроскутер мен мопед жүргізушілеріне тағы да жол қозғалысы ережелерін бұзбауға және барлық талаптарды сақтауға шақырады.